Сәлем жақсыларым. Бүгін итальяндық емес, қазақтың нағыз пиццасын жасайық бірге. Осындай әдемі, созылмалы болып шығады. Жылы суымызға ашытқымызды саламыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Бір қасық ұнды салып, жақсылап араластырып, 5-10 минуттай бұға тұруға қоямыз. Ашытқымыз осындай көпіріп шыға келеді. Оны ұнымызға саламыз. Содан кейін тұзымызды салып, сұйық майымызды құямыз. Жақсылап енді қамырды елейміз. Қамырымызды жақсылап елеп, 2 бөлікке бөлеміз. 1 сағатқа жылы жерге қоямыз. Ал енді пиццамыздың салмасын жасайық. Шұжығымызды жақсылап домалатып тураймыз. Мен оны 2 түрлі ғып турадым. Біреуін домалатып, біреуін дәл ортасынан бөлдім. Қамырымыз дайын, енді пергамент қағазымызға жаямыз. Кетчупымызды құйып, салманы әр түрлі ғып жасауға болады. Өзіңіздің идеяңыз, фантазияңызға қарай. Бұл жерде мен майонезді қосуға ұйғардым. Ал енді ірімшігімізді себеміз. Шұжығымызды әдемілеп қойып әсемдейміз. Үстінен ірімшікті сеуіп шығамыз. Ал енді пиццамызды қызып тұрған пешімізге саламыз 8-10 минутқа. Қамырымыздың екінші бөлігін оқтаумен жұқа етіп жаямыз.
кетчуп майонезбен жағып шығамыз. Екінші пиццамыздың салмасына мен болгар бұрышын салдым. Ірімшікті сеуіп шығамыз. Одан кейін шұжығымызды салып, тағы да үстінен ірімшікті себеміз. Пиццамыз дайын. Тез әрі дәмді болып шығатын пиццаны сізге де жасап көріңізге кеңес беремін. Отбасыңызға жасап, оларды таңғалдырыңыз. Пиццамыздың дәмі ерекше, қамыры жұқа болып шығады. Ал енді пиццамызды турап көрсетейін. Ірімшігіміз еріп, созылмалы, өте әдемі болып шығады. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыз. Қазақ каналын бірге дамытайық.